Бес сөз ойлап дәптерге жазғаны үшін, екінші дөңгелекше сол сөздің мағынасын ашқан үшін. Так, жақсы. Бастап оқайық. Айда, бастайық. Құрманғазы Ақмандай құрбыларымен бірге өзен бойлап жидек теріп қайтқан. Жүзі жайнап үйге көңілді енді. Жеңі төр алдында бұрын көрмеген бейтаныс қонақ отыр екен. Епте тартқан ата-ананың жалғыз қызы Ақманды ешкімге артық көз тоқтатып қарамайтын. Ер мінезі ерке бойжеткен болатын. Сол әдетімен үйдегілерге мойын бұрып қарамастан үкірі сары домбырасына қол созған. Домбыраны алып қайыққа алдындағы күртешекке жайланып отырды. Алғашқы бір-екі қағыстан ақ құлағы теріс бұрылып қалғанын байқады. Жақсы. Жауап бере қойын. Ақмандай қыздың құрбыларымен бірге өзен бойына жидек теріп қайтқан. Өз сөзім айт, кітапқа қарама. Арай. Сосын үйге келгенде. бойжеткен бір